Бәріңе сәлем. Осы уақытқа дейін 7-ші ЕГС каналы сіздерге барынша ғылыми мәліметтерді беруге тырысты. Әрине біз тек ғылыми дәлелденген дүниелерге ғана арқа сүйейміз, сондықтан қоғамдағы жалпы өмірде кездесетін сұрақтарға қалыптасып қалған дәстүрлік немесе діни көзқарастармен емес, тәжірибеден өткен ғылыми көзқараспен түсіндіруге тырысып келдік. Бүгін сіздерге 7-ші ЕГС каналы әлемге танымал әлеуметтік экспериментті көрсететін болады. Бұл экспериментте көз дәрігерінің қабылдауына кезегін күтіп тұрған бірнеше адамдарға тәжірибе жасалынады. Бұл жерде тағы да алдын ала дайындалған актерлар болады, және өзіміздің адамдарды есептесеңіздер де болады. Эксперимент жүргізіліп жатқан туралы мүлдем білмейтін бір қыз көз дәрігерінің алдына қабылдауға келді. Ештеңеден хабары жоқ. Қыз айналасындағы адамдардың біртүрлі іс-әрекеттерін қайталайды деп ойлайсыздар ма? Бірге көрейік. Осы сұрақтың жауабын табу үшін жасырын камералар орналастырдық. Барлық адам арнайы сигнал берілген кезде орнынан тұрады. Ал қыз бәрі орнынан тұрып жатқанын көріп, өз орнынан тұрады ма? Бәлкім сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, мен болсам тұрмайтын едім деп. Бірақ қателесесіз. Жаңа қосылған қыз небәрі 3 сигналдан кейін айналасындағы адамдардың іс-әрекеттерін айна қатесіз қайталай бастады. Ал біз айналасындағы адамдарды алып тастасақшы? Енді ол жалғыз қалды. Жасырын камерадан басқа ешкім жоқ. Қыз сигналды естігенде не істейді деп ойлайсыз? Қызық, жанында ешкім жоқ болса да сигнал берілген сайын іс-әрекетті орындап жатыр. Біз осы экспериментті білмейтін тағы бір адамды қоссақ қалай болады? Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Неге сіз орныңыздан тұрып жатырсыз? Білмеймін. Барлығы солай жасап, мен де тұру керек деп ойладым. Қалай ойлайсыз, қыз жаңадан қосылған ер адамды үйрету мүмкін бе? Біз тағы да эксперимент туралы ештеңе білмейтін адамдардың санын көбейте отырып, тәжірибені жалғастырдық. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman. Қыз үшін жасалған тәжірибе жаңадан қосылған адамдар үшін де қалыпты заңдылық болып, соңынан қайталай берді. Бұл адамдардың неге олай жасап жатқанын түсіндіру үшін Пенсильвания университетінің ғалымы Жона Бергерді көмекке шақырдық. Біз бұны әлеуметтік оқыту деп атаймыз. Он балалық шақтан басталады. Біздің санамыз қоршаған ортадағы іс-әрекеттерді қайталағанымызды қалайды. Бәрі орнынан тұрған кезде мен де тұру керек деп ойладым. Барлығымен бірге орнынан тұрған кезде өзімді жайлы сезіне бастағанымды сездім. Конформизм жайлық сезімі бізге әлеуметтік ортаға сіңісуімізге көмектеседі. Сонымен қатар жаман әдеттер мен өткеннің қателіктерін қайталауға алып келеді. Басында бақынғысы келмеген адамның өзі де соңына қарай бұлжытпай қайталады. Топтың артына қалай еріп кеткенін өзі де білмей қалды. Осы эксперимент секілді сізде қоршаған ортаңыздың немесе айналаңыздағы адамдардың іс-әрекеттері сіздің санаңызға әсер етеді. Осы уақытқа дейін әлеуметтік билікті көрсететін көптеген тәжірибелер жасалынған.
Мысалы 1951 жылғы Аша экспериментін алсақ. 1951 год. Эксперимент Аша. Бірнеше актер адамдарды жинап, қатарға эксперимент жасалып жатқан білмейтін жаңа бір адамды қосады. Тапсырма. Парақта нөмірлермен белгіленген сызықтардың қайсысы ұзын, қайсысы қысқа екенін анықтау керек. Эксперимент, в котором вы будете принимать участие сегодня, предлагает сравнить по длине линию. Ваша задача просто посмотреть на линию. Актерлер қате жауапты бірнеше рет таңдайды. Басында дұрыс таңдап отырған тәжірибедегі адам үшінші айналымда топтың артынан еріп қате жауап таңдайды. Қорытынды. Қоршаған ортаға бейімделу үшін қате екенін біле тұра, ақиқат деп қабылдап, өтірікке сенуді дұрыс деп санайды. Бұл көрініс эволюцияның жемісі. Кімде-кім тайпаның әлеуметтік заңдылықтарына қарсы шықса, өмір сүруге бейімсіз болып қалған. Ал енді ойланыңыз, сіздің санаңызда әлем туралы, мемлекетіңіз туралы, экономика туралы, Құдай туралы, мораль туралы басты ойларыңыз ғылыми тәжірибемен анықталған ба? Әлде бала кезіңізден қоршаған ортаңыз санаңызға құйып келген насихаттарды қайталап отырсыз ба? Біле білсеңіздер, бала кезімізден санамызға қоршаған ортамыз мемлекет туралы, Құдайымыз туралы, жақсылық туралы ойларды құйып келеді. Ал сіздің қолыңызда оны салыстыратын дүние жоқ. Адам өз қоғамының айнасы. Мысал келтірейікші, жаңа туылған қазақ сәбиін алып, Қытайлардың ортасына апарып тастасаң, ол бала қазақша сөйлеп өспейтіні анық, немесе мұсылман болар екіталай. Ол қытайша сөйлеп, сол елдің дінін, сол елдің дәстүрін қытайша ойлайтын бала болып шығады болды. Кез келген мінез сол қоғамнан, ортаңнан беріледі. Қылмыскермен дұрыс өмір сүріп жүрген адамның айырмашылығы ортасында ғана. Тағы бір мысал келтіріп өтейін. Мексика мен Норвегияның халқының қоршаған ортасын қарастырайық, салыстыра отырып. Екі мемлекетте салыстырмалы түрде қылмыстық іс жағынан жер мен көк теңдей. Бір жаңа туылған егіз сәбиді алып, біреуін Мексикада, біреуін Норвегияда тәрбиелейтін болсақ. Мексикада өскен баланың Норвегияда өскен балаға қарағанда қылмыскер болып кетуі шамамен 50%-ға жоғары. Демек, адамның қылмыскер болуы да оның қанына байланысты емес, ортасына байланысты. Сол сияқты адамдар өз ұлтының жоғары екенін немесе өзінің ақиқат екенін үнемі айтқысы келіп тұрады. Себебі бала кезінен санаңды тек сенің ұлтыңның құндылықтарымен сусындатады, немесе жергілікті дініңмен өмірді түсіндіріп беруге тырысады. Қысқаша айтқанда, сіз өз ортаңыздың құрбанына айналып тұрсыз. Яғни қылмыскермен дұрыс ойлана білетін адамды өзінің қоғамы дайындап шығарады. Бізде қоғамда тәуелдіміз, яғни қоғамға тәуелдіміз. Біз шешімді өзіміз қабылдамаймыз. Біз үшін шешімді ортамыз, қоғамымыз таңдап береді. Әр елдің салттары, Құдай жайлы түсініктері әртүрлі. Бір елде 4 әйелден бастап 10 әйелге дейін алуға рұқсат берсе, бір елде ол қылмысқа саналады. Сіздер тағы да қандай мысалдар білесіздер? Астына комментарияға жазып өтіңіздер. Бір қуантарлық шешім бар. Сол баяғы айтудан жалықпаймын. Шешімі ғылым мен білім. Саналы адам ғана, қолында мәліметтері бар адам ғана өз ортасының құрбаны екенін біліп қояды. Қорытындылайын. Ғылым мен білім жинап, көзімізді ашатын уақыт келді. Енді сіз ойланыңыз, осылай ортаңыздың құрбаны болып жүре бересіз бе, әлде білім мен ғылым жинап, барьеріңізді сындырып, қабырғаның ар жағында не болып жатқанын көргіңіз келе ме? Мынадай сөз есіме түсіп тұр. Өтірікті айта берсең, қайта-қайта шындыққа айналады дейді. Сау болыңыздар.